Сәлеметсіздер ме балалар? 5-ші сыныптың қазақ тілі сабағына қош келіпсіздер. Сабақтың тақырыбы жұлдыздар жымыңдайды. Оқу мақсаттары: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау, төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру. Енді оқулығымызды ашамызда 2-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтінді оқып, осыған дейінгі жұлдыздар туралы ойларыңмен салыстырыңдар. Мен оқып отырамын, сіздер де менімен бірге жалғастырып оқып отырыңыздар. Жұлдызды аспан көгінде. Жұлдыздар туралы айтқанда, адамдардың көбі түнгі аспанды көзімен көруге болатын жарқыраған денелерді көз алдына елестетеді. Бірақ олардың көпшілігі жұлдыздар емес, ғаламшарлар немесе жай газ бұлттары. Жұлдыз қызған газдан тұратын көлемді шар. Өте жоғары температурада қызатыны сондай, олар жарқырап тұрады. Жерден өте алыста орналасқандықтан жұлдыздар кішкентай болып көрінеді. Күн бізге жақын орналасқан жұлдыз, сондықтан ол үлкен болып көрінеді. Көптеген жұлдыздардың көлемі күннің көлемінен бірнеше есе асып түседі. Енді мәтінге сәйкес сұрақтарға жауап береміз. Жұлдыз бен ғаламшарлардың айырмасы қандай? Күн қайсысына жатады? Жер ше? Адам есімін неге жұлдызбен байланыстырып қоятынын ойланып көрдіңдер ме? Балалар, осы сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы ауызша жауап береміз. Енді сабағымыздың әдеби тіл нормасы төл сөз бен автор сөзінің орын тәртібі мен тыныс белгісі деп аталады. Төл сөз бен автор сөзінің орын тәртібі мен тыныс белгілерінің сызбалары мына кестеде белгіленген. Бірінші жағдай: төл сөз автор сөзінен бұрын келеді. Егер төл сөз автор сөзінен бұрын келген жағдайда, оның алдына сызықша, төл сөзден кейін үтір сызықша, содан кейін автор сөзі болады. Мысалы, менің ғарышкер болғым келеді, деді Дархан. Сонда төл сөз менің ғарышкер болғым келеді, алдына сызықша қойылды, ал төл сөзден кейін үтір және сызықша қойылып отыр. Екінші жағдайда төл сөзі автор сөзінен кейін келеді. Ол кезде автор сөзінен кейін қос нүкте, төл сөздің алдына сызықша қойылады. Мысалы, Дархан бұлай деді: менің ғарышкер болғым келеді. Келесі, төл сөз автор сөзінің ортасында келеді. Яғни бастапқы, мысалы, автор сөзі келеді, одан кейін қос нүкте, одан кейін төл сөзі, төл сөзінен кейін үтір сызықша, содан кейін автор сөзі қайтадан жалғасып сөйлемді аяқтайды. Мысалы, Дархан, қос нүкте қойып тұр, сызықша арқылы төл сөз басталды. Менің ғарышкер болғым келеді, үтір сызықша және деді деген сөз, бұл автордың сөзі болып табылады. Соңғы жағдай: автор сөзі төл сөздің ортасында келеді. Мысалы, төл сөздің алдына сызықша қойылады, одан кейін үтір сызықша, автор сөзі, содан кейін тағы да үтір сызықша, содан кейін төл сөз. Мысалы, менің, деді Дархан, ғарышкер болғым келеді. Бұл жерде менің дегеніміз төл сөз, деді Дархан дегеніміз автор сөзі, ғарышкер болғым келеді дегеніміз төл сөз. Яғни автор сөзінің екі жағына да үтір сызықша қойылып отыр. Осы тыныс белгілерді балалар есімізге жаттап аламыз, есімізде сақтаймыз. Және түсінбеген жағдайда оқулықты ашып қайтадан қарап шығуға болады. Енді тапсырма, 2-ші тапсырма. Тірек сөздерді пайдаланып тілек жазыңдар. Мына берілген сөздерді балалар пайдаланып, бір-біріңе тілек жазыңыздар. Үлгі: жұлдызың жарқырасын деген сияқты. Бұл жаттығу дәптерде орындалады. Енді үйге тапсырма. Үйге тапсырма оқулықтың 118-ші бетіндегі 4-ші тапсырма. Сөйлемдерді төл сөз бен автор сөзі болатындай етіп құрастырыңдар. Үлгі: ауыл үй қонды дегеніміз ай мен үркер бір-біріне жақын келген күн, деді мұғалім. Бұл жердегі төл сөзіміз ауыл үй қонды дегеніміз ай мен үркер бір-біріне жақын келген күн.
Ал деді мұғалім дегеніміз бұл автор сөзі болып тұр. Балалар, осы тапсырманы орындап, WhatsApp желісі арқылы мұғалімге кері байланысты жіберіңіздер. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау сәлемет болып тұрыңыздар.